Міне бүгін біздің керек заттарымыз сиыр еті 800 грамм, сәбіз 800 грамм, бір дана пияз және сұйық май 250 мл немесе осындай бір кесе. Дәмдеуіштер өте көп салмаймын. Зира күтілген, паприка бір ас қасық және тұз. Осы заттардың бәрін турап, дайындап, қазір ас дайындауды бастаймыз. Қазанымызды қыздырып аламыз да, майымызды құямыз және дайын тұрған етімізді алып, жақсылап ірілеп турап, қызған майдың үстіне салатын боламыз. Міне етімізді турап алдық. Майымыз қызды, қазанға құйылған. Қазір осы туралған етті қазанымызға саламыз. Қазанның асты қатты отта тұр. Енді қазанның астын орташа отқа қоямыз да, жақсылап араластырып етімізді қақпағын жауып қоямыз. Енді қалған заттарымызды турап аламыз. Алдымен пиязды турап қоямыз. Пиязды осылай екі бөлікке бөлеміз де, орташа мөлшерде турап шығамыз. Оны өте ұсақ етудің қажеті жоқ. Ендігі кезекте сәбізді де осындай орташа мөлшерде, осындай видеодағыдай етіп турап дайындап аламыз. Қазанымызды да байқап қоямыз. Арасында қозғап осылай қызартып қуырып аламыз етімізді. Осылай қуырылып болды дегенде дайын тұрған пиязымызды саламыз. Пиязды да жақсылап жұмсарғанша қуырып аламыз. Міне пиязымызды қуырылды, енді турап қойған сәбізді саламыз. Араластырып қоямыз жақсылап. Сәбіз бен етті, пиязды бәрін түгел. Және қақпағын жабамыз да, қазанның астын орташа отта қоямыз. Сәбіз қуырылып жатқанда, кішкене ожауға су құйдым да, 1 литр және 1 стакан суды құйып, қайнатуға қойдым. 1 килограмм күрішті жақсылап жылы суға жуып, және жылы су құйып үстіне дайындап қойдым. Қазанымыз қайнап жатыр, асты орташа отта. Ет, сәбіз, пияз бәрі бұқтырылып жатыр. Сәбіз де жақсылап қуырылдау дегенде, жаңағы қайнап тұрған суымызды үстінен құямыз. Осы уақытта дәмдеуіштерімізді салып жібереміз. Тұз, паприка және үгітілген зира. Зираның дәмдерін де қолмен уқалап салып жіберсе болады, бірақ менде ондай түрі жоқ екен, үгітілген түрін сала салдым. Бар болса, палауға арналған арнайы дәмдеуіштен де 1 ас қасық салып жіберсеңіз, өте дәмді шығады. Қазанның бетін жабамыз да, бір 10-15 минут қайнатып аламыз. 15 минутымыз өтті. Енді күрішті осылай біртіндеп алып, кепсермен бетіне салатын боламыз. Жайлап басып қалмау керек астындағы сәбіз, ет, пиязды. Суға бірден батып кетпеу керек күрішіміз.
Осы видеодағыдай етіп күрішті бетіне жайып саламыз. Осылай күрішімізді әдемілеп, біркелкі етіп, бетін тегістеп, суына батырамыз. Содан кейін қақпағын жабамыз да 30 минут жай отта ұстайтын боламыз. 30 минуттан кейін мен тесік етіп күріштің арасын ашып қойған едім. Ол жері түспей қалған екен видеоға. Солай бір араластырдым да қайтадан 10-15 минутқа жауып қойған едім. Міне сол 30 минут плюс 10-15 минуттан кейін міне менің палауым осындай болды, осындай түрге енді. Ақ күрішім сап-сары болды, жақсы. Еті де өте жұмсақ болып пісті. Тағы да бір жақсылап араластырып жіберемін де табаққа сала беретін боламын. Міне осымен палауымыз дайын болды. Еттерін бір шетке жинаңқырап күрішін салуға тырысамын алдымен. Табақтың астыңғы жағына еттерін бетіне салуға ыңғайлаймын. Сонда палауымыздың еті бетінде болып, әдемі тәбет ашатындай түрге енеді. Осындай оңай рецептпен қарапайым заттардан дәмді палау жасағыңыз келсе, менің видеомды көріп, рецептімді пайдаланыңыз. Палаудың аромат иісі тәбетті ашады. Бұл ауызашарға жасалған ас еді. Міне осылай ыстық күйінде дастарханға ұсынамын. Ас болсын. Оразадан оразаға жете берейік. Ораза ұстаған жандар, оразаларыңыз қабыл болсын. Асхана әлемінде менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз.